Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір математика сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз ауданның өлшем бірліктері. Оқушылар, сіздер алдыңғы сабақтан да таныссыздар. Бүгін сіздерге тағы да бір түсіндіре кетейін. Мына қонақ бөлменің периметрін табайық. Екі тәсілмен табуға болады. Ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Яғни біздер оны дәптерімізге жазып аламыз. Ұзындықты әрқашанда А мен белгілейміз. А 6 метрге тең. В енін В әрпімен белгілейміз. В 4 метрге тең. П-ны табамыз. Периметрді әрқашанда П әрпімен белгілейміз. Енді өздеріңіз білесіздер, бұрыннан осындай формулалары бар. Ол қай тәсілмен шығарсақ та бізге қате болмайды. Біріншісі П тең А қосу В қосу А қосу В-сын. Бұл яғни ұзындықтары мен ендерін қосып шығамыз. Осы тәсілмен де есептесек қате болмайды. Немесе екінші тәсілі ұзындығы мен енін қосып алып, екіге көбейтеміз. Бізге осы тәсіл ыңғайлы, тез есептеуімізге. Яғни мәндерін орнына қоямыз. П тең 6 метр қосу 4 метр. Сосын шыққан мәнін екіге көбейтеміз. Яғни қонақ бөлменің периметрі 20 метрге тең. Әрі қарай оқушылар, мына жерде жаяу жолдың берілген бөлігіне төсеуге қанша тақта тас қажет екенін есептейік. Ұзындығын санап аламыз бірінші, сосын барып енін санаймыз, сосын көбейтеміз. Ұзындығын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ені 1, 2, 3, яғни 63-ке көбейтеміз. 18 тақта тас қажет екен. Енді мына екінші тапсырмаға қарайық. Бұл жерге жартылай тақта тас төселмеген. Табайық қанша тақта тас қажет екен. Ұзындығын санайық. 1, 2, 3, 4. Ені 1, 2, 3. Яғни 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12 тақта тас қажет. Әрі қарай үшінші тапсырмаға қарайық. Ұзындығын санаймыз. 1, 2, 3, 4. Ені 1, 2. Яғни 8-ді 2-ге көбейтеміз. 8 тақта тас қажет. Әрі қарай оқушылар, міне ауданды білеміз. Ауданның өлшем бірлігін бұрыннан білеміз. Сантиметр квадратпен есептейміз. Енді сантиметр квадратқа бөлінген мөлдір пленканы біздер палетка деп атаймыз. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар палетканы. Онымен фигураның ауданын табуға. Міне осы палетканың біреуі 1 сантиметр квадратқа тең. Енді оқушылар біздер есеп шығарған кезде осындай шеңберлер берілуі мүмкін. Міне палетканың осы палеткаларын санаймыз. Толық және толық емес шаршылар саны болады. Толығын санайық, мына шеңбер берілген. Толық шаршылар санын біздер әрқашанда А әрпімен белгілейміз. Толық шаршысы, мысалы, мына шеңбердің 1, 2, 3, 4. Толығы 4. А-ны толық деп аламыз. Ал В-ны толық емес шаршылар саны. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Толық емес шаршылар саны 12. Оның өзіндік формуласы бар. S тең А қосу В бөлінген 2. Яғни, толық емес шаршылар санын 2-ге бөлеміз. Себебі олар жартылай, толық емес. Сондықтан оны міндетті түрде 2-ге бөлеміз де шыққан нәтижені толық шаршылар санына, яғни А-ға қосамыз. Енді есептейік мына шеңберді. Жаңа санап алдық. Толық шаршылар саны 4. Ал толық емесі 12. 12-ні 2-ге бөлеміз 6. Оны 4-ке қосамыз. Яғни мына шеңбердің ауданы 10 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Әрі қарай мына 4 бұрыштың мәнін табайық. Ауданын табайық. Толық шаршылар санын санаймыз. 8. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Толығы 8. Жазамыз. Ал толық емесін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Толық емесі де 8. Бірінші толық еместі 2-ге бөліп аламыз. Сосын оны шыққан мәнін 8-ге қосамыз. Сол кезде 12 сантиметр квадрат шығады. Яғни 4 бұрыштың ауданы 12 сантиметр квадрат деген сөз. Әрі қарай осылай 3 бұрыштың ауданын табайық. Толық шаршылар санын санайық. 1, 2. Жазамыз мә? А-ның мәнін. Енді толық емесін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ны 2-ге бөліп аламыз. 3 болады, 2-ге қосамыз. Сол кезде мына 3 бұрыштың ауданы 5 сантиметр квадратқа тең.
ары қарай үйге мына тапқырлыққа арналған есептерді ойланып жауабын жазамыз. Енді оқушылар өздеріңе осындай кесте сызып алып, осы бүгінгі сабаққа түсіндіңіздер ма, түсінбедіңіздер ма, өздеріңе қосу немесе азайту белгісін қоясыздар. Егер де түсінбесеңіздер, азайту белгісін қойыңыздар. Шеңбердің ауданын таба алдыңыздар ма? Төртбұрыштың ауданын табу қиын болды ма? Міне осылай өздеріңізге белгілейсіздер кесте жасап. Үйге тапсырма 8-9 есептер 55 беттегі. Жақсы оқу.